жасап қояйық. Жалпы сіздерді шақырғанның негізгі мақсаты бүгін мен керемет бір ойынға бір жақсы бір әдісті әкеліп отырмын. Мына енді сіздерге осы үшеуіңіз осында алып кетесіздер. Ойынша түсіндіріп алайын. Мына жерде бір ойын әділ болсын, жаңағы шынайы болсын деп мынаны ашып көрейік. Ағай ашып көрші. Шын бәрі ішінде де бар екен көрейік. Ашып көріңіз. Дәл өзіңіз біреуіңізге осы нәрсе алып кетесіздер. Жүр, ашайыңыз ағайын. Ортаға көрсетейік та. Шынайы болсын да. Мына Меккеден келген алтын сувенир. Мына қоя салайын, жерге кәдімгі қанадан жеңімпаз болған адам өзі мына жерге алып кетеді. Сіздерге ойыншақты түсіндіріп кетейін. Мына бір фабулада бір бөлім алсаңыздар көріп жатыр. Абай қайсы болса. Табуын алға көрсетіп тұрса, сіздерге ойыншақты жақсылап түсіндіріп кетейін. Ойыншатында мен жаңа айтып отырғандай сұрақ қойған уақытта кезекті ауыстыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Ойын ережесі. Келесі, ең соңында ойынның межесіне жетіңіз ғой енді. Соңынан келгенде осы үш сұрақтың біреуінен осы жауабы шығады. Сонда мына сыйлықты ары өздеріңіз біреуіңіз алып кетесіздер. Жарай ма? Мен енді мақсаты ойынның шартын айтып кетейін. Сізге Гүлзат апай сізге сұрақ болғанда тек қана табылудағы сұрақтарға жауап бересіз. Я деп жауап бересіз. Қайрат ағай сіз жоқ. Және апай сіз Амалжан апай білмеймін деп айтып кетесіз. Жалпы түсінікті болса мен сұрағымды бастай беремін. Бірінші Гүлзат апайдан бастай беремін. Бүгінгі семинарда өзіңізде қажетті дүниелерді ала алдыңыз ба? Иә. Келесі Қайрат ағай. Жаңа аудандағы шолда мектебін табу сізге қиын болған жоқ па? Жоқ. Апай сізге семинардың қай уақытта аяқталатынын білесіз бе? Білмейсіздер. Келесі. Ауыстырамыз ба өзіңізде тұра бере ма? Тұра берсіз ба? Көтеріп тұрсаңызшы апай. Келесі екінші сұрақ. Ортаға шығып Гүлзат апайға шығып ойынға қатысқан үшін әріптестеріңіз қошемет көрсетсін бе? Қайрат ағай, бүгінгі семинар жайында сұрағыңыз бар ма? Апай сізге қараша айының 25 күні аптаның қай күні келеді екен білесіз бе? Білмейсіз. Келесі. Үшінші. Гүлзат апай, сіз өз құқығыңызды білесіз бе? Қайрат ағай, басқа адам құқығын таптадыңыз ба? Келесі апай, барлығымыз заң алдында жауапты екеніміз білеміз бе апай? Келесі. Иә. Гүлзат апай, қарныңыз ашып тұр ма? Иә. Қайрат ағай, әйеліңізден қорқасыз ба? Жоқ. Апай, жасыңыз шамамен нешеде? Келесі, Гүлзат апай, сіз мамандығыңызды жүрек қалауымен таңдадыңыз ба? Келесі, мұғалім болудан дәрігер болуды армандайсыз ба? Жоқ. Роботада неше адам жұмыс істейді апай? Білмейсіз ба? Келесі. Иә, Гүлзат апайға бала денсаулығын сақтауға және білім алуға құқылы ма? Келесі. Ағай сізге адамның ар-намысына тиюге ұрым жасауға құқы бар ма? Жоқ. Келесі апай, сіз өз ойыңызды еркін айтуға құқылы екеніңізді білесіз бе? Ең соңғы сұраққа кетейікші. Ең соңғы сұрақ ұлтқа байланысты қазір біреуіңіз алып кетесіздер. Гүлзат апай, алтын сувенирді қасыңыздан адамға берейік па? Қайрат ағай, сізге алтын сувенир қажет пе? Алтын сувенирді әріптестеріңіз алмаймыз дейді, сізге керек па? Ренжімеңіз деді, осындай ойыншақты сувениріңіз өзіңізге қалды.